оқушылар және де мұғалімдер, мен 3 сынып оқушы Жүсіпбекова Томирис. Менің бүгінгі тәжірибем ауа қысымы туралы болады. Бізге ең бірінші керек заттар 3 тәрелке және де 3 майшам, жарты литрлік банка, 1 литрлік банка қажет болады. Және де 1 сіріңке қажет болады. Ең алдымен біз сіріңкені жағып аламыз. Сіріңкені үлкендердің көмегімен жағуы қажет. Ал енді біз 3 майшамға да сіріңке жағып болдық. Ал енді біз олар біріншісіне 1 литрлік банканы қоямыз. Ал екіншісіне жарты литрлік банканы қоямыз. Ал үшіншісі ол солаймен тұра береді. Өздеріңіздің көріп тұрғандарыңыздай жарты литрлік банкадағы майшам тез сөнді. Ал 1 литрлік банкадағы майшам қазір сөнеді. Ал үшінші майшам ол солаймен жағылып тұра береді. Өйткені біз жарты литрлік банкада оның ауа қысымы аз болғанда ол өзі сөніп қалады. Ал 1 литрлік банка содан оның ауа қысымы көп болғанда да ол сәлден соң сөнеді. Үшіншісі солаймен жағылып тұра береді. Өйткені? Неге жанып тұр, қалған неге сөніп қалды? Өйткені біз оған ешқандай да заттар қойған жоқпыз.